Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов күтпеген жерден бас аудитор, бұрынғы үкімет басшысы Әлихан Смайыловты Назарбаев университетіндегі 73 миллиард теңгенің заңсыз жұмсалу дерегін жасырып отыр деп айыптады. Депутаттың айтуынша, палата аудит нәтижелерін депутаттардан құпия ұстап, қомақты қаражаттың қайда кеткенін анықтауға мүмкіндік бермей отыр. Қызығы сол, Назарбаев университетінің қамқоршылық кеңесін 2023 жылдың қазан айынан бастап Әлихан Смайыловтың өзі басқарған. Ол кезде Смайылов әлі премьер-министр лауазымында еді. 2024 жылдың сәуірінде жоғары аудиторлық палатаның төрағасы болып тағайындалғаннан кейін Әбеновтің пікірінше, қазақтың Әлиханы аудит нәтижелерін жариялауға асықпаған. Аудит қорытындысы неге ашық жарияланбайды? 73 миллиард теңгенің есебін кім береді? Аудиторлық палата өз міндетін атқарудың орнына заңсыздықтың ізін жасыруға тырысуда деп күйініп отыр депутат Әбенов. Әшкереге белгілі болғанда, ескі Қазақстаннан мұраға қалған оқу орны қарша бораған критикадан бүгін ертең құтылмайды. Мұрат Әбенов бастаған депутаттар мен бірқатар блогерлер универді төпелетіп ұру туралы тапсырма алған. Мекеме басшылығы сіз бен бізге есеп бермейді. Осыдан 12 жыл бұрын Назарбаев университеті, Назарбаев мектептері мен Назарбаева қорына айрықша статус берген заң осынау оқу орнын қоғамдық бақылаудан арашалап тұр. Соңғы 3 жылдың өзінде универді асырауға 17 миллиард теңгеге жетеғабыл қаржы бөлінген. Ал нәтиже қайда? Универді көтеруге, дамытуға жұмсалған алтын уақыт, есіл ақша текке кеткен. Депутат Әбеновтің шырылдап жүргені де содан. Назарбаев университеті құрылғалы 13 жыл өтті. Оқу орнын айрықша статустан айырып, жақсылап аудит жүргізер болсақ, талай шикілік шығары ғажап емес. Бізге жеткен тағы бір мәлімет бойынша, алдағы күндері дариғамен аферленген медиа ресурстарда Назарбаев университетіне араша сұрайтын контент күрт көбейеді.